Бүгін жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасы өз мәресіне жетті. Білім сайысына Қазақстанның әр өңірінен 5000-ға жуық оқушы қатысқан. Аудандық облыстық байқаудан жеңіп шыққан 171 жас талант республикалық олимпиадаға қатысуға жолдама алды. Талантты оқушылардың қабілетін шыңдайтын жарқын болашақ республикалық КТФ қазақ тілі олимпиадасы 4 айға созылды. Тартысты сайыстың жеңімпаздары бүгін марапатталды. Кеште ақтық сынға сүрінбей жеткен дарынды жастар мен өзге ұлт өкілдері өнерлерін көрсетті. Дүбірлі додаға қатысқан сайыпқырандар, тілші әдебиетшілер, сөз мәнері, әнші бұлбұлдар, жас ғалымдар, жазушылар номинациялар бойынша бақтарын сынасты. Өзге олимпиададан ерекшелігі, бұл жерде балдарымыз 8 қырлы, 1 сырлы демекші. Балдарымыздың мәнерлеп оқуын, қазақша ән айтуын, қазақша шығармашылық жұмыстарын қалай айналысады, ғылыми жоба қазақша қалай қорғалады. Яғни оқушыларымыздың талап білім мен біліктілерін жан-жақты бағалау, сол ішінден жәндегі жеңімпаздарымызды қолдау. Жарқын болашақ жастарға жол ашты. Білім және ғылым министрлігі мен КТФ халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен биылғы сайыстың басты ерекшелігі жеңімпаз атанған 11-ші сынып оқушыларына 29 грант ұсынылды. Енді олар еліміздің беделді университеттерінде білімін шыңдайтын болады. Мен әлі түсінбей тұрмын бірінші орын алғанымды. Осы бірінші орында өте қатты қаладым. Өйткені мен қазақ тілін 2 жасымнан бастап білемін. Кеш соңында еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай қызмет етіп жүрген Білім және ғылым министрлігі мектепке дейінгі және орта білім беру басқарма басшысы Жаңыл Жонтаева, Балапан арнасының директоры Ләйлә Сұлтанқызы және Қазақстан телерадио корпорациясының басқарма төрағасы Нұржан Мұхамеджанова, Фариза Оңғарсынова атындағы арнайы сыйлығымен марапатталды. Мәдина Мұқанова, Ләззатбек Тас, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық арнасы.